сәлеметсіздер ме? Қазақ хикаялар арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Данияр Сәрсенұлы есеппен қимылдап, өз қартанасымен бірге бұрын түрмеде отырған әйелді әдейі бірге тұрғызды. Өйткені қатыгез мінезді әлгі әйел анасының көзін тез жояды да өзі мұраға еркін қол жеткізеді деп үміттенді. 5 жыл өткен соң ол бағалаушыны ертіп ауылға қайта оралды. Ойында қаңырап бос қалған жер телімін сатып, қомақты ақшаға кенелемін деген есеп тұрды. Ер адам ауыр ағаш қақпаны итеріп ашты. Көзіне шіріп кеткен тақтайлар мен арам шөп басқан аула елестеген еді. Бірақ ол күтпеген көріністен сілейіп тұрып қалды. Ауыр телефон тұтқасы терлеген алақанында сырғып кетті. Данияр бос қолын арзан матадан тігілген шалбарының жиегіне сүртіп, қара тақ қалдырды. Арғы жақтан шыққан қысқа дыбыстар төс соққан балғаның дүрсілі сияқты естілді. Арман Бекболатұлы, қалай айтсаңыз солай болады. Арман Бекболатұлы, біз бұл кезде стратегияны толық қайта қараймыз деп, ол жаңылмай тез-тез сөйлеп үлгерді. Бірақ бастығы әлдеқашан тұтқаны тастап кеткен еді. Байланыс үзілді. Ыстық әрі тұншықтырған кабинет ішінде тек ескі монитордың күңкілдеген үні ғана естіліп тұр. Ауыр тыныштық орнады. Бұл 2003 жыл еді. Терезе сыртындағы облыс орталығы күзгі күйіктің иісі мен ескі шетел көліктерінің түтініне тұншығып тұрды. Данияр жібек галстугінің түйінін босатты. Ол мойнын қысып, буындырған арқандай әсер беріп тұрған. Қатты қырақмалданған жаға мойнын қызартып қажап жіберген еді. Сол сәтте үстел үстіндегі ауыр антеннасы бар ескі ұялы телефон дірілдеп қоя берді. Кішкентай жасылдау экранда ана деген жазу көрінді. Қатты әуен жүйкесіне тиіп, ол қабағын түйді. Кеудесінде бір ауыр ашу тұрып қалды. Ол қоңырауды өшірді. 3 секунд өтпей, телефон қайтадан ызыңдап, үстелдің шетіне қарай жылжи бастады. Тағы не керек деп, ол ашулы дауыспен трубканы құлағына басты. «Қырағым, балам», деді. Тәсияның дірілдеген дауысы байланыс шуылынан әрең өтіп. «Осы демалыста келіп кетсең қайтеді? Біздің ауылда алма ағашы жаңбырдан әбден шіріп кетті. Үйдің үстіне құлап кетуі мүмкін. Көрші оны кесіп беруге шамамен 1000 теңге сұрап отыр. Мен оны зейнетақыға дейін қайдан табамын? Апа, мен жұмыс істеп жатырмын. Қазір 90-дық есеп жабылып жатыр» деп, Данияр оның сөзін бөліп, әр сөзін нық айтты. «Қандай алма ағашы? Мұндай ұсақ түйекті ойламаңыз. Маман шақыру керек. Ақшасын есеп-шотымызға аударамын. Әңгіме ақшада емес, қарағым. Үйде жалғыз өзіме қиын. Көршілер почтада сенің жағдайыңды сұрайды. Мен не айтарымды білмеймін. Айта беріңіз, мен үлкен қызметтегі адаммын» деп. «Болды, енді жұмыс уақытында хабарласпаңыз. Арман Бекболатұлы ұрсады» деп, ол телефонды үстелге тастай салды. Пластик жылтыр үстелге соғылып, күңгірт дыбыс шығарды. Оның әйелі Салтанат қыста үлбіреген тон мен шетелге сапар талап етті. Құрбыларына мақтану үшін қайын атасы мүмкін емес жоспарлар қойып, күйеу баласын қыспақ қалды. Ал анасы оны қайтадан өзі қашып шыққан биік жар ауылының ауыр тұрмысына тартқысы келгендей көрінді. Анасының әрбір сөзі, әрбір созылыңқы ауылдық сөйлеу мәнері оның ашуын қоздыратын. Оған өз киімінен әлі күнге дейін пештің иісі мен мал қораның иісі шығып тұрғандай сезілетін. Бірақ ол ауылдан кеткеніне 10 жыл болған еді. Данияр кабинеттен шығып, ұзын дәлізге беттеді. Онда еден жуушы әйел линонимді сүртіп жүр екен. Ауада сабын мен ылғал шанның иісі аңқып тұрды. Бұрышта газдалған су аппаратының үстінде тұрған теледидар күңкілдеп қосулы еді. Кешкі қылмыстық жаңалықтар көрсетіліп жатыр. Экранда түрме қабырғалары көрініп тұрды. Диктор бір сарынды дауыспен сөйлеп тұрды. Бостандыққа шыққан әйелдердің қоғамға бейімделуі өте қиын. Туыстары қабылдамай, олар көбіне далада қалады. Баспана мен бір үзім нан үшін ең ауыр жұмыстарға да көнуге мәжбүр. Көпшілігі ызаға булығып, қайтадан теріс жолға түседі. Данияр тоқтап қалды. Көзқарасы экран астындағы жүгірме жолға түсті. Сол сәтте оның ойында бір суық, есепке құрылған жоспар жылдам құрыла бастады. Тәсия мықты бөренеден салынған үйде жалғыз тұрып жатқан еді. Жер телімі 30 соттық
жанында суы мол өзен, іргесінде қарағайлы орман бар еді. Биік Жар ауылындағы жер жыл сайын қымбаттап бара жатыр. Қала жақтан пысықтары саяжай салу үшін аумақтарды жаппай сатып алып жатқан. Егер анасы өмірден өтсе, немесе қарттар үйіне көшірілсе, ол бұл қонысты тиімді бағамен сатып жіберер еді. Түсетін қомақты қаражатқа салтанатқа аңсаған тонын алып беруге де, менсінген қайынатасына көз қылып, жаңа шетел көлігін мінуге де артығымен жететін еді. Бірақ анасы өз бақшасына жабысып айрылғысы келмеді. Егер соның қасына осындай панасыз, тағдыр тәлкегін көрген, түрмеден шыққан қатал әйелді қамқоршы деп орналастырса ше, қараңыз анашым, сізге қандай көмекші тауып бердім деп айтса, қарт әйел ондай өмірге шыдамайтын еді. Не өзі қорқып қарттар үйіне қашып кетер, не әлсіз денсаулығы күнделікті ұрыс-керіс пен лас тіршілікті көтере алмай тозар еді. Бұл жоспардың сұмдық қарапайымдылығының өзі шошытатын. Келесі күні кешкі қараңғылық түсе бастағанда Данияр өзінің ескі көлігін теміржол бекетінің алдына қойды. Бұл жер у-шу, қарбалас болатын. Дыбыс зорайтқыштан шыққан хабарландырулар аңғырып, айналада майға қуырылған бәліштің иісі мен өтіп жатқан жүк пойыздарының көмір түтіні араласып тұрды. Ер адам жұқа пальтосының жағасын көтерді. Суық күзгі жел киімінің ішіне өтіп, денесін дір еткізді. Ол күту залында түнеп жүрген адамдардың жүздеріне мұқият қарап, баяу жүріп өтті. Оған мінсіз үміткер керек еді. Араққа салынып кеткен адам жарамайды. Ондайы теледидарды сатып жіберіп, үйді абайсызда өртеп жіберуі мүмкін. Оған тағдырдан түңілген, бар үмітін жоғалтқан адам қажет болатын. Бетон бағананың жанында қатты ағаш орындықта бүрісіп отырған әйел көзге түсті. Оның жасын 30 деуге де, 40 деуге де болатын. Үстінде біреудің иығынан түскендей кен, пішіні бұзылған ер адамның күртешесі бар. Жеңдері бірнеше рет қайырылған, көзі ауыр, жан-жағындағы адамдарды көрмей тұрғандай, бос кеңістікке қадалған. Жанында сабы жұлынған ескі сөмке тұр. Данияр жақындай түсті. Оның аяқ киімі асфальттағы ұсақ қоқысты сытырлатып басып келеді. Біреуді күтіп отырсыз ба деп, ол даусын жұмсартып, жанашырлық танытқан кейіп танытты. Әйел баяу басын көтерді. Беті сұртастан қашалғандай ешбір сезім байқалмады. Сізге қандай қатысы бар? Даусы қарлығыңқы суық естілді. Ол сөмкесін өзіне тарта түсті, қорғанғандай. Сізге баратын жер жоқ екенін көріп тұрмын. Қазір заман қиын, деді Данияр, шетке жайлап отырып. Мен ауылдағы анама қарайтын адам іздеп жүрмін. Көп төлей алмаймын, өтірік айтпаймын, бірақ жылы бөлмемен тамақ беремін. Сіз жақында бостандыққа шыққан сияқтысыз. Әйел ширыға қалды. Одан не болды? Полицияға айтып барасыз ба? Маған керегі жұмыс істейтін адам. Ал өткен өміріңіз мені мүлде қызықтырмайды. Мен Даниярмын. Сіздің атыңыз кім? Әйел бұл жылтыр киінген мазасыз адамға сенімсіздікпен қарады. Кеуі Мараттың сатқындығынан темір тордың ар жағында өткізген 5 жыл оны адамдарға сенбеуге үйреткен еді. Әдетте қамқорлықтың астарында бір сұмдық жасырынып жататын. Бірақ бекеттегі суық жел сүйегінен өтіп бара жатты. Қалтасында соңғы 250 теңгедей қалған. Ал алда панасыздықтың қара түнегі күтіп тұр. Әйгерім, деді ол, қысқа ғана жауап беріп, көзін жыртық аяқ киіміне түсіріп. Өте жақсы Әйгерім, көлік сыртта тұр, заттарыңызды алыңыз, Биікжар ауылына барамыз. Анам сізді көріп қуанады, деді Данияр, қолымен сыртты нұсқап. Ескі көліктің қозғалтқышы қала шетіндегі ойқы-шойқы асфальттан әрең өтіп зорға гүрілдеді. Салонда бензин иісі аңқып тұр. Данияр пластик рульді қатты қысып, қолының бұлшық еттері тырысып қалғанын да сезбей отырды. Ол жолаушы әйелге анда-санда көз қиығын салып қояды. Әйгерім үнсіз, қозғалыссыз отырып, орындыққа жабысып қалғандай, терезеден жалаңаш ағаштардың сулап өтіп жатқанын қарап отыр. Ал оның бойынан үнемі қорғануға дайын тұрған ширығу сезілетін. Ештеңе емес деп ойлады Данияр. Берілісті ауыстырып жатып, қорап темірдей сарт ете қалды. Ондай адам ұзақ әуреленбейді. 2 аптадан аспай бәрін өзі ушықтырып жібереді. Биікжар ауылына дейінгі жол шамамен 1 сағатқа созылды. Ауыл оларды шынжырлы иттердің үрген үнімен,
және монша түтінінің қою иісімен қарсы алды. Дөңгелектер ойылған топырақ жолда сыбдырлай жылжыды. Ағаш үйлердің кішкентай терезелерінде сарғыш шамдар жана бастаған. Данияр бұл жерді жан-тәнімен жек көретін. Мұндағы әрбір шылшық оған кедей, балалық шағын, көрші балалардан қалған ескі етіктерді киіп жүрген кезін, мектептегі сапта тұрғандағы жанын жеген ұятты еске салатын. Көлік уақыт тоздырған тақтайлардан жасалған берік қоршаудың алдына тоқтады. Ар жағында оюлы жақтаулары бар үй көрінді. Келдік, деді Данияр, қозғалтқышты өшіріп. Әйгерім үнсіз, тек есік тұтқасын тартты. Суық темір алақанын қарып өтті. Ол сыртқа шығып, ылғалды түнгі суықтан бүрсіп қалды. Қақпа сықырлап ашылды. Сол сәтте Тасия үйдің кіреберісіне шыға келді. Иығына сұр мамық орамал жамылып, кеудесіне айқастыра тартып байлаған. Ұлын көргенде қуанғанынан қолын жайып жіберді. Данияржан, келдің бе айналайын? Даусы қуаныштан дірілдеді. Ол ағаш баспалдақпен асыға түсіп, ұлын құшақтауға ұмтылды. Бірақ Данияр шегініп, қолын алға созып, тек иығынан ғана жеңіл қағып өтті. Орамалдың матасы оған тұрпайы сезілді. Апа, мен көп бөгелмеймін, жұмысым бастан асады, есеп тапсыру керек, деді. Ол анасының үстінен қарап, асығыс сөйлеп, сізге көмекші әкелдім. Танысыңыз, бұл Әйгерім. Тасия тоқтап, бөкті әйелге таңырқай қарады. Аула шамының әлсіз жарығында Әйгерімнің сұлбасы үйірленіп оғаш көрінді. Көмекшіме, деді анасы абдырап, орамалының ұшын саусағымен шиыра ұстап. Ол не үшін керек, қарағым? Мен өзім де бәріне үлгеремін. Пешті де жағамын, тауықтарды да қараймын. Апа, қарсы болмаңыз, деді Данияр, даусын көтеріп. Оның жүйкесіне бұл мәңгілік ауылдық көнбістік тиетін. Қазір 21 ғасыр, тұрмыстық шаруаларды бөлісу керек. Әйгерім осында тұрады, ақысын мен төлеймін, ал сіз демалыңыз. Ол нық сөйлегенімен ішінен зымиян қуған еді. Әйгерімнің оның әмірлі даусынан қалай жиырылып қалғанын, ал анасының жүзінің қалай мұнайып кеткенін байқап тұрды. Бір-біріне мүлде жат, тағдырдан сынған екі әйел бір шаңырақ астында. Бұл нағыз апаттың басы болатын. Үйге кіріңдер, суықта тұрмай, деді. Тасия жай ғана жол беріп, үйдің іші кептірілген шөптің және жана піскен қамырдың иісіне толы еді. Үстел үстінде аппақ шілтері дастархан жайылған. Әйгерім табалдырықта тұрып қалды. Лас аяқ киімін шешуге де бата алмай, үйдің жылы ауасы бетіне тиіп, денесі еріксіз қалтырап жіберді. Бұл оның Марат тартып алған өткен өмірін еске салғандай еді. Жайғасыңыз, деді Данияр, қол сағатына қарап. Мен кетуім керек. Қалай кетесің, деп анасы шошып кетті. Балам, мен саған арнап сорпа пісірдім. Алма қосып бәліште дайындадым. Келесі жол, апа. Кестем тығыз, деді ол кілт бұрылып, сыртқа шығып кетті. Ағаш баспалдақ оның асығыс қадамынан күңгірт үн шығарды. Көліктің есігі тарс жабылып, қозғалтқыш көрете қалды да, қызыл шамдар қараңғы көшемен тез ғайып болды. Үй ішінде ауыр үнсіздік орнады. Пештегі от қана баяу сытырлап, еденге қызғылт сәуле түсіріп тұрды. Әйгерім есік жанында сөмкесінің сабынан айырылмай ұстап тұрды. Қолын босатса құлап кететіндей сезілді. Аяғының астындағы еден сәл тербеліп тұрғандай. Бекетте ұзақ отырғаннан қалған әсер еді. Ол көз қиығымен қарт әйелді бақылап тұрды. Тасия бөлменің ортасында үнсіз тұрып, жабық есікке қарап қалған. Иығы түсіп, белі бүгіліп кеткен еді. Бұл қалпында айтылмаған қаншама өкпе жатқандай еді. Әйгерім оны өз кеудесіндегі ауыр сезіммен қатар сезінгендей болды. Бір жаңғырық секілді. Сатқындықтың үні әрдайым бірдей естіледі. Пышақты кім сұққаны маңызды емес. Күйеуі ме, әлде туған ұлы ма, бәрібір. Кір, қарағым, деді ақыры Тасия. Оның даусында ашу да, реніш те жоқ, тек шаршау ғана бар еді. Ана жердегі кілемшенің үстінде аяқ киіміңді шеш. Мен қазір сүлгі әкелемін. Жолдан келдің, жуынып ал. Әйгерім ауыр аяқ киімін шешті. Жүн шұлығы өкшесінен тозып, тесіліп кеткен. Өз түрінен өзі ұялып кетті. Май сіңген күртеше, үйпа-түйпа шаш, бәрі көзге оғаш көрінді. Түрмеде жүргенде ұялу дегенді ұмытқан еді. Онда бәрі бірдей,
сүренсіз күйде болатын. Ал мына таза, жылы үйде оның өткен өмірі кір тақтай сезілді. Ол ауыз үйдегі қол жуатын орынға жақындады. Мұздай су қолын қарып өтті. Алақанына су алып бетіне шашты. Тәсия ұсынған кедір-бүдір сүлгіден таза ауа мен қыраудың иісі аңқып тұрды. Кел дастарханға отыр деді. Үй иесі буфеттен жиегі алтын мен көмкерілген терең фарфор тәрелкелерді алып жатып, сорпа ыстық, нәрлі, сүйекпен қайнатылған. Әйгерім ағаш орындықтың шетіне жайлап отырды. Іші қатты шұқырап, өзі ұялып басын төмен түсірді. Тәсия оның алдына буы бұрқыраған тәрелкені қойып, қасына қалың бір тілім нан берді. Ыстық сорпа тамағын күйдіріп, боз асқазанына жеткенде бүкіл денесіне жылу тарады. Бұл соңғы 5 жылдағы алғаш рет ішкен үй тамақ еді. Көзіне еріксіз жас үйірілді. Ол жұтынып, асыған наннан тістеді. Тәсия қарсысына отырып, бетін алақанмен тіреп үнсіз қарап отырды. Өзі тамақ ішпеді. Тек мына бейтаныс әйелдің ашқарақтығына ас ішкенін бақылап отырды. Сонымен көмекші дейсің бе, деді ол ойға шомылып. Менің Даниярым негізі жаман емес, тек қолы босамайды. Үлкен қызметте, ел қамын ойлайды. Анасына уақыт қайдан болсын. Әйгерім бір сәтке шайнауын тоқтатты. Қарт әйелдің даусынан өзін алдауға арналған тыныш жұбаныш жалғанғанын бірден сезді. Ол сізден ұялады, деді ол, кенет қарлығыңқы дауыспен. Өзі де мұндай тура айтқанына таң қалды. Сөз аузынан еріксіз шығып кетті. Түрмеде мұндай шындық үшін қатты жазаланатын. Тәсия селк ете қалды. Көзінде қорқыныш жылт етті. Бейне бір ұзақ жылдар бойы қарауға батпаған шындықтың беті ашылғандай. Не айтып отырсын қызым, деп күлімсірегісі келді. Бірақ ерні дірілдеп тыңдамады. Ол қамқор ғой, міне сен әкелді. Әйгерім бос тәрелкені шетке ысырып қойды. Ыдыс үстелге тық ете түсті. Ол мені көмектесу үшін әкелген жоқ. Мені бекеттен тауып алды. Мен сотталған адаммын. Тәсия, 5 жыл жалпы режимде отырдым. Бөлме ішіндегі ауа қоюланып кеткендей болды. Қабырғалардағы сағаттың тықылы анық естілді. Қарт әйел жайлап қолын үстелге қойды. Саусақтары сәл дірілдеді. Ол Әйгерімге ұзақ, терең қарап отырды. Бұл көзқараста айыптау жоқ, тек ащы түністік бар еді. Отырдың дейсің бе? Деп бәсең үнмен. Не үшін? Біреудің арамдығы үшін, деді Әйгерім, көзін тайдырмай. Осы сәтте ол іштей шешім қабылдады. Егер қарт әйел оны қуып жіберсе, көшеде үсіп өлсе де, енді өтірікпен өмір сүрмейді. Бірақ Тәсия айқалаған жоқ. Ол ауыр күрсініп, иығынан бір ауыр жүк түскендей болды. Түсінікті, деді жай ғана. Демек, мені үйден бездіріп, өзім кетсін деген ғой. Сосын жерді сатып жібермек. Солай екен ғой. Үнсіздік орнады. Екі әйел де осы ащы шындықтың ішінен өткізіп отырды. Сыртта күзгі суық жел ұрып тұр. Ал жылы үй ішінде сатқындық көрінген. Екі жан бір-біріне қарама-қарсы отыр. Жарайды, деді Тәсия, үстел бетіндегі көрінбейтін қиқымды қағып жібергендей болып. Ұйықтайтын уақыт болды. Ертең ерте тұрамыз. Отын жарамыз. Көмекші боласын. Таң үй ішіне ызғарлы өткір суық леппен лап қойды. Тәсия үшін түн шексіз созылып бітпегендей көрінді. Ол шам жақпай ас үй үстелінің жанында үнсіз отырған. Саусақтары ескі дастарханның шашақтарын ойсыз тербеп тұр. Қараңғы бұрышта ескі сағат бір қалыпты тықылдап тұр. Уақытты санап тұрды. Әрбір соққы самайына қадалғандай сыздатып өтетін. Көршілердің алдында жылдар бойы әрен құрып келген жалған жұбанышы бір сәтте күл-талқан болып, аналық намысының соңғы жұрнағын бірге көміп тастағандай еді. Пеш үстіндегі алюминий қазанда су баяу бүкілдеп қайнап жатыр. Кешкісін әкелінген отыннан сіңген шөп иісі мен ашып келе жатқан қамырдың қышқылтым лебі бөлмеге тараған. Тәсия алақанын салқын ыдыстың жиегіне қойды. Қатты бетке тигенде ғана сәл есін жиғандай болды. Оның жалғыз ұлы Данияр 90-шы жылдары жол бойында тоқыған шұлығын сатып, аяғын үсіртіп жүріп жеткізген баласы. Үйіне бөтен бір қасіретті әкеліп тастаған еді. Ол бұл әйелді Әйгерім
иесіз итті біреудің ауласына тастап кеткендей қалдырды. Бәлкім, сол үй иесін талап тастар деп үміттенген болар. Кіре беріс жақтан сыбдыр естілді. Тәсия бойын тіктеді. Еден тақтайлары ауыр қадамнан күңгірт сықырлады. Есіктен Әйгерім көрінді. Ол әлде қашан кен күртешесін киіп алған. Таң алдындағы бозамықта оның бейнесі бұрынғыдан бетер шиырылып көрінді. Көзі сол баяғы суық, сенімсіз күйінде әр сәтте соққы күтетін адамдай. Қайырлы деді Тәсия қарлығыңқы үнмен. Жөткірініп алып, шүмегі сынған шәйнекке қайнаған су құйды. Қарақат жапырағы қосылған қою шайдың иісі ас үйге жайылды. Кел, таңғы ас ішеміз. Әйгерім орнында сәл теңселіп тұрды. Оның тозған аяқ киімі таза төсенішке дымқыл із қалдырды. Мен отын жарамын деді ол, қысқа ғана ұсынысты елемей. Балта қайда? Қорада, отынның артында. Әуелі шайыңды ішіп ал, суып қалады. Бірақ есік тарс жабылып сөзін бөліп тастады. Сыртқа шыққанда аяз бет қарып өтті. Биік жар ауылының ауасы тұнық, мөлдір, қалың сияқты сезілді. Үйренбеген адамға бас айналдыратындай. Тұншықтырған тар дәлізден ауыр иісінен кейін бұл ауа мас қылғандай еді. Әйгерім мұз қатып, қалған баспалдақпен абайлап түсіп, ағаш сүйеніштен мықтап ұстады. Қора ішінде май мен құрғақ ағаштың иісі аңқып тұр. Балтаның сабын сипап тауып сыртқа шықты. Қара жұмыс оны әрдайым ауыр ойлардан құтқаратын. Ол балтаны жоғары көтеріп, бар күшімен сілтеді. Темір қарағай томарын сарт етіп жарып өтті. Соққыдан алақаны шашынып ауырды. Бірақ ол сабын одан бетер қыса түсті. Бір соққы, тағы бір соққы. Жанқалар жан-жаққа ұшып, шайыр иісі аңқыған ағаштың өзегі ашылды. Ол отын жарып тұрды. Ал көз алдында Даниярдың тоқ, селқос жүзі елестеді. Ерні жиырылып, менсінбеген кейіпте. Дәл сондай суық кейіп бұрынғы күйеуі Мараттан да болған. Сотта оған қарсы еш қиналмай куәлік берген сәтте сатқындардың бәрі бір-біріне ұқсайды. Олар қорқақтығын қымбат киім мен әдемі сөздің тасасына жасырады. Әйгерім балтаны бар күшімен төмен сілтеді. Ағаш қағайырылды. Ол кеше бөтен үйдің жылуына, бой алдырғанына, қауіпсіздік бардай жалған сенімге ергеніне өз-өзіне ашуланды. Бұл жер оған арналмаған. Бұл қартана ұлының өзімшелдігінің қызықсыз құрбаны ғана, ал өзі болса сол лас ойынның құралы ғана. Кету керек. Сөмкесін жинап алып, тас жолға шығып, облыс орталығына баратын көлік тосуы тиіс. Сол сәтте қақпа сықыр етті. Әйгерім қозғалысын тоқтатып, балтаны төмен сүрді. Қоршауға қарай гүлді орамал таққан толық денелі әйел келді. Қолында бос алюминий құты бар. Жұмысына береке берсін деп дауыстап амандасты көрші әйел. Бейтанысқа қызыға қарап, сен кімнің адамысың? Әлде Даниярдың көңілдесі ме едің? Әйгерім маңдайынан шыққан терді алақанының сыртымен сүртті. Жауап тамағына тығылып қалды. Сол кезде үйдің кіреберісіне асығыс Тәсия шықты. Ол үстіне ескі жылы бешпетін іліп алған. Ассалаумағалейкум, Нұрия. Бұл менің марқұм күйеуім жағынан туысқан алыс жиенім қонаққа келді. Шаруама көмектеседі, деді ол сабырлы үнмен. Көрші әйел сығырайып қарап, екеуін кезек-кезек шолып шықты. Солай ма? Кеше-кешке Данияр келіп, бірден кетіп қалды ғой. Неге қонбады? Тәсия бешпетін жағасын түзеді. Саусақтары дірілдегенімен даусы бір қалыпты шықты. Жұмыс көп қой, Нұрия. Елдік деңгейі істері бар. Үлкен бөлімді басқарады. Онсыз іс жүрмейді. Асықты. Әйгерім қарта елдің арқасына қарап тұрды. Жылдар иіп тастаған сол нәзік денеде сондай бір қайсар намыс бар еді. Оны көргенде кеудесіне ауыр бос кеңістік пайда болды. Қарт ана ұлын да өзін де қорғап тұр. Ауылдың өсегін өз мойнына алып тұр. Көрші әйел әңгіме таба алмай су алатын бағана жаққа кете барды. Тәсия баяу бұрылды. Қой балтаны, үйге кір. Қамыр ашыды, бәліш пісіреміз. Неге өтірік айттыңыз, деді Әйгерім қарылғып. Шындықты айта салсаңызшы. Маған көршінің не ойлағаны бәрібір, қызым. Қазір Даниярдың да жайы маңызды емес. Бірақ мына шындықты
дауыстап айтуға жүрегім шыдамайды. Жүр, жылы үйге кірейік. Бірнеше сағат өтті. Ас үйді піскен қамырдың анық иісі толтырды. Әйгерім кетпеді. Ол қамыр елеп жайып, ішіне алма салып отырды. Екі әйел үнсіз еңбек етті. Осы ортақ тірлік арасында әлсіз болса да бір түсіністік пайда болды. Түске таман аспанды қорғасын түсті бұлт торлап, жаңбыр аралас ұсақ қар жауа бастады. Тәсия буфеттің жоғарғы сөресінен қант ұнтағы салынған құтыны алмақ болды. Құты қолынан сусып кетіп, еденге түсіп сынып қалды. Ойпырмай, деді ол. Қарт әйел қолын кеудесіне басты. Демі жиілеп, үзіле бастады. Жүзі қуарып, ерні көгере түсті. Тәсия, Әйгерім жүгіріп барып оны құлап кетпей ұстап қалды. Жатыңыз, қозғалыңыз, ішім күйіп барады. Дәрі қайда? Дәрі қорабы қайда? Қарт әйел қолымен шкафты нұсқады. Әйгерім дәрі салынған қорапты тауып, бір таблетканы алып шықты. Аузыңызды ашыңыз, тіліңіздің астына салыңыз, терең тыныс алыңыз. Мен жаныңыздамын. Ол қартананың мұздай қолын ұстап отырып, тынысы біртіндеп қалпына келгенше қасында болды. Уақыт шексіз созылып кеткендей болды. Бірақ Тәсияның қолы оның алақанында біртіндеп жылына бастады. Тізесінің астында шыны сынығынан түскен жара сыздап тұрды. Құрғақ, жүдеу қолы баяу жылып, жан кіргендей болды. Қарт ананың үзік-үзік, ысырықты тынысы бірте-бірте бір қалыпты, терең демге ауысты. Ернінің айналасындағы көгеру қайтып өңі кіре бастады. Тәсия кірпігін әрең ашты. Сөнген жанарында өмір мен өлімнің шегіне үніліп қайтқан адамның үнсіз қорқынышы тұр еді. Жіберді деп сыбырлады ол, әлсіз ғана, шынтағына сүйінбек болып. Жатуыңыз керек әлі ерте, деді Әйгерім, жұмсақ, бірақ нық дауыспен иығынан басып, оны қайта жатқызды. Сол сәтте мұрнына бір ащы иіс келді. Тәтті қамырдың иісіне күйген қант пен күйген нанның өткір лебі араласқан еді. Бәліштер, Әйгерім орнынан атып тұрып, шашылған ұнтақ қантқа тайып кете жаздады. Қалың қолғапты іліп алып, қызып тұрған пештің есігін ашты. Ыстық леп бетіне ұрып, көзінен жас шығарды. Ауыр темір табаны тарс еткізіп, ағаш үстелге қойды. Алма салынған бәліштердің шеті қарайып, қатайып кетсе де, ортасы қызарып, әлі де жұмсақ күйінде қалған еді. Тәсия еденнен оған қарап жатты. Оның көзінде бір түрлі ауыр таңданыс бар еді. Кетпедің, деді ол әрең, естілер дауыспен. Әйгерім маңдайындағы күйені қолының сыртымен сүртіп бұрылды. Кетуім керек еді. Ол жақындап келіп, тізерлеп отырып, қарт ананы тұрғызуға көмектесті. Маған сүйеніңіз, бөлмеге барайық. Мұнда жатуға болмайды. Ол жеңіл, әлсіз денені көтеріп диванға жеткізді. Қатты матамен қапталған терпелі диванға жайлап жатқызып, үстіне ауыр жүн көрпені жапты. Тәсия төбеге үнсіз қарап жатты. Әжім түскен бетімен бір тамшы жас сырғып өтіп, ағарған шашына сініп кетті. Дене ауырғаны басылып, оның орнын жан дүниені қарып өткен бос кеңістік басты. Данияр, өз қаны мен жаны, бұл өмірден қажыған әйелді жазалаушыдай жіберген еді. Ол жаман хабар күтті. Ал сол жазалаушы су әкеліп дәрі беріп жанынан табылды. Неге мені құтқардың қызым, деді Тәсия жай ғана. Мен енді керексізбін, қартайдым, ұлыма бөгетпін, үйіммен бірге жолын бөгеп тұрмын. Әйгерім диванның шетіне жайлап отырды. Матрас сықырлап қойды. Ол қолына қарады. Қатып қалған, түрме кірі сініп кеткен, ешбір сабын кетіре алмаған қолдар. Себебі мен оның қандай болатынын білемін, деді. Ол баяу, сөздері ауыр шықты. Тамағынан әрең өткендей. Сен өміріңді арнауға дайын болған адам, сенің құрып бара жатқаныңды үнсіз қарап тұрғанда қандай күй болатынын білемін. Марат, бұрынғы күйеуім барлық құжаттарды менің атымнан рәсімдеп, өзінің барлық сансыз ісін маған аударып тастады. Адамдар улаған кезде сотта тұрып, ештеңе білмейтінін айтып, бәрін менің үстіме жапты. Тәсия басын бұрып оған қарады. Тынысы бір қалыпқа түскен еді. Сонда сен отырдың ба? Отырдым, деді Әйгерім жұтынып. 5 жыл толық мерзім. Ал пәтерді сатып,
ақшасын алып ізім ғайып жоғалып кетті. Сатқындықтың иісі барлық жерде бірдей болады. Тасия сотта да, Биікжар ауылында да. Бөлмені ауыр тыныштық басты. Бірақ бұл тыныштық енді жат емес еді. Бұл үміттері күйреген екі адамның үнсіздігі еді. Тасияның жан жарасы Әйгерімнің жүрегінде жаңғырып, ал Әйгерімнің ескі жарасы қарт ананың жанарынан түсіністік тапты. «Кешір мені», деді кенет Тасия, Әйгерімнің қолына жетуге тырысып. Қарт ананың саусақтары мұздай еді. «Кеше Данияр кеткесін, күмәнді ой келді. Түнде сен мені жастықпен тұншықтырып тастарсың деп ойладым. Алла кешірсін. Ақымақ кемпірмін ғой». Әйгерім ернін сәл қисайтып әлсіз жымиды. Бұл ұзақ уақыттан бергі алғаш рет пайда болған күлкіге ұқсас ишара еді. Ол жайлап созылған қолды қысты. «Мен адам өлтірмеймін, Тасия. Мен нан пісіремін. Пирогтарымыз сәл күйіп кеткені болмаса, жеуге болады». Қарт әйел баяу, жарықшақ күлкімен күліп жіберді. Күлкі жөтелге ұласты. Бірақ кештен бері үйді басып тұрған ауыр салмақ бір сәтте үзілген жіптей тарқап кетті. «Ендеше нан пісірсең, тіршілік етеміз». Тасия көрпеге қымтала түсті. «Барда күйген жерін пышақпен қырып ал, жана шәй дәмде. Біз өмір сүреміз. Әйгерім, қалай болса да өмір сүреміз». Әйгерім басын изеп диваннан тұрды. Соңғы 5 жылда алғаш рет ол бір түрлі үміт болғанын сезінді. Аяғының асты енді теңселмейтін болды. Ол ас үйге барып, сынған шыны қалдықтарын жинап, шай қайнатуға кірісті. Алда оны көп жұмыс күтіп тұр еді. Қыз Биікжар ауылына кенеттен келіп, үйлердің еңкіш шатырларын күнге шағылысқан қалың қармен жапты. Қант ұнтағы салынған банка сынған күннен, сонымен бірге Тасияның көп жылғы иллюзиялары қираған сәттен бері тура бір ай өтті. Кен ауыл үйінің асханасында ауа қою, ылғалды, еріген сары май мен тірі ашытқының тәтті иісіне толы еді. Қызған шойын пештен тараған жылу бөлме ішіне толқын-толқын болып жайылып, терезе әйнектері буға орап, түрлі өрнек салдырды. Әйгерім кен ағаш үстелдің жанында шынтағына дейін ұнға малынып тұрды. Ол серпімді қамырды ырғақпен илеп жатты. Басында қатан әрі шалт қимылдаған қолдары күн өте сайын жұмсарып, үйлесімді бола бастады. Дене еңбегі оған өзгеше емге айналды. Алақандары жылы әрі икемді қамырға батқан сайын өткеннің дауыстары бәсеңдейтін. Түрме есіктерінің тарсылы жоғалып, сот залындағы бұрынғы күйеуі Марат суық әрі есепшіл көзқарасы көмескіленетін. Тек ұнның майда өзен құмандай түйіршікті құрылымы мен бір қалыпты тыныс қана қалатын. Тасия бөлменің шетінде ескі өрленген креслода отыр. Оның сүйір тізесінде сұр қою жүннен иірленген томалақ жатты. Ағаш біздер бір-біріне баяу, бір қалыпты тиіп, сыбдырлай соғылатын. Осы апталарда қарт әйел қатты жүдеп кеткен еді. Бетінің қызылы жоғалып, ерін айналасындағы әжімдері тереңдей түскен. Бірақ жанары айқынырақ бола түсті. Ол ешқандай қоңырау күтпейтін. Тумбочка үстіндегі ауыр телефон үнсіз еді. Данияр анасын өмірінен сызып тастағандай, бәрі бітті деп шешкендей болатын. «Онды енді қоспа қызым», деді Тасия. «Біз тоқуды тоқтатпай, қамыр тірі нәрсе. Оны ұнға көміп тастасан, тыныс тарылады, тас болып қатады. Оған күш емес, мейірім керек». Әйгерім ағаш астаудағы ұнды шетке сырып қойды. «Ішіне салатындары дайын», деді ол қарлығыңқы дауыспен. «Алма мен даршын, тағы 40 қабат пен туралған жұмыртқа. Жақсы болды. Бүгін сыртқа шығарып сатамыз. Менің зейнетақым әрен отынға жетті. Ал жарыққа келесі аптада төлеу керек. 2003 жыл ғой. Баға күн сайын өсіп барады. Жету мүмкін емес». Пісірілген тағамды сату жайлы сөз ауада ауыр жүк болып ілініп қалды. Әйгерім қамыр иелегенін тоқтатты. Ішінде бәрі түйіліп, ауыр түйінге айналды. Осы жылы тәтті иіс аңқыған үйдің табалдырығынан тыс жерде өмір бөтен әрі суық күйінде қалатын. Ауыл іші гүлдеп тұрды. Қаладан келген ұлы қарт әйелге кім әкеліп бергенін жұрт тез таратып жіберді.
кішкентай жерде құпия ұзақ сақталмайды. Адамдар құдық басында сыбырласып, Әйгерімге суық әрі күмәнді көзқараспен қарап, ол жанынан өткенде әдейі үнсіз қалатын. Олар үшін таңбаланған жан еді. Түске таман Әйгерім қақпа алдына шекесі босан тартқан ағаш науаны алып шықты. Ол оның ішін аязда ағартылған таза сығыр матамен қаптап, үстіне қызарып піскен бәліштерді ұқыптап тізіп қойды. Ыстық наннан шыққан бу аязды ауаға будақтап көтеріліп, айналаға қуырылған пияз бен піскен алманың тәбетті ашатын есін таратып жатты. Аяз бет қарағандай ашық жүзді қарып, өзге ер адамның кен жағасынан ішке кіріп, денені қыса түсті. Әйгерім жұқа табаны тозған етігінің ішінде бір орында тапжылмай тұра алмай, аяғын алма кезек басып жылынуға тырысты. Көшеде қаңырап бос еді. Тек алыстан біреудің киіз етігі қарды сықырлата басқан дыбысы ғана естілетін. Қақпаға баяу басып Нұрия келді. Кеше көрген толық денелі көрші әйел. Ол 2 қадам жерге тоқтап, ернін жеркене тыржитып алды. Кәсіп бастадыңдар ма? Деді ол әдейі мысқылдай созып. Түрмеде ішетін тамақты бізге тықпаламақсың ба? Мұны кім сатып алады екен, байғұс? Біреуді улап тастасан, сосын ауданнан жедел жәрдем күтіп отырамыз ба? Әйгерім тамағына ащы тұншықтырған толқын тығылғанын сезілді. Бірақ ол тек суықтан қызарған қолдарын қалтасына тереңірек тыға түсті. Өтіп кете беріңіз, Нұрия. Сізді ешкім мәжбүрлеп тұрған жоқ. Көрші әйел пысқылдап әрі қарай кете барды. 1 сағаттай өткен соң Әйгерім мұздай бастаған науаны үйге қайта кіргізбек болғанда, қоршау сыртында қар ауыр қадамнан сықыр ете қалды. Қақпаға бойы биік, иығы кен ер адам келіп тоқтады. 40 қабат салынғаны қанша? Бәрін түгел бер. Атым Ерасыл. Ол бар бәлішті алып кетіп қалды. Кейін Әйгерім оның сол бәліштерді иесіз иттерге беріп жатқанын көрді. Сонда ғана түсінді. Бұл қатал көрінген адам көмектесудің адамды қорламайтын жолын тапқан екен. Ерасыл өзінің күшін білдіртпей сүйеніш болу үшін пайдаланып жүр. Бұл жаңалық оның жанын кез келген ауыр сөзден де қатты толқытты. Кеудесіне жылы үміт болған шынайы алғыс сезім жайлады. Әйгерім үнсіз артқа шегініп, қалың шыршаның көлеңкесіне сініп кетті. Аяқ астындағы қар сыр ете қалды. Бірақ өткір жел сол дыбысты қатып қалған өзен жаққа алып кетті. Ерасыл артына бұрылмады. Ол бәліштерді ірі бөліктерге бөліп, иттермен жай ғана тілдескендей көпірлеп тұрды. Әйгерім үйге есікті тарсылдатпай кірді. Тамаққа бір түйін тығылып тұрғандай еді. Бірақ бұл бұрынғыдай үмітсіздіктің жасы емес еді. Бұл жүректі шымырлатқан алғыс сезім болатын. Бұрынғы күйеуі Марат оның ер адамға деген сезімін таптап кеткен еді. Ал мына қабағы қатулы, қолы күс-күс адам сол сенімді өзі де байқамай қайта тірілтіп жатқандай еді. Сол түні Әйгерім ұйықтай алмады. Ол тар ағаш төсекке жатып, сырттағы ақпанның боранды желін тыңдап жатты. Ойында бір ғана жоспар пісіп жетілді. Егер Ерасыл ет қосылған сұраса, онда еттісі болады. Ең дәмдісі, ең шырындысы. Таң атпай жұмыс басталды. Тасия әлі пештің шымылдығының әр жағында қалғып жатқанда, Әйгерім сиыр етін ауыр пышақпен турап, оны майдалап туралаған пияз бен ұнтақталған қара бұрышпен араластырып жатты. Хош иіс ас үйге жайлап, түнгі салқынның иісін ығыстырды. Түске қарай ағаш науа тағы да қақпа алдында қойылды. Бұл жолы аяз бәсендеп, оның орнына жұмсақ, қарулы ауа райып басты. Ірі-ірі ұлпа қар баяу қалыптап түсті. Тапталған жолдарды ақ мамықпен жауып жатты. Ерасыл дәл кеше келген уақытта қайта көрінді. Бұл жолы оның басында бас киімі жоқ еді. Қалың қоңыр шашына ақ ұлпа қар қоныпты. Жасадың ба, деді ол қоңыр дауыспен. Әйгерім үнсіз бас изеп, зығыр матаны ашты. Бу бұрқырап қызарып, піскен бәліштердің үстінен көтерілді. Әлі ыстық. Ол сабырлы сөйлеуге тырысқанымен даусы еріксіз дірілдеп шықты. Тек бұларды иттерге бермеңіз, Ерасыл. Ерасыл қалың қастарын көтеріп, ашық түсті көздерін сығырайта қарап, Әйгерімнің бозарып кеткен жүзіне зер сала үңілді. Ол оның кеше
өзін көріп қалғанын бірден ұқты. Иттерге мен үйден сүйек әкелмеймін, деді ол сабырлы үнмен. Үлкен алақаны Науаның жиегіне тиіп жабысып қалған қарды сыпырып тастады. Мынаны өзім жеймін, 5 дана бер. Сол күннен бастап Биікжар ауылындағы тіршілік көзге байқалмай, бірақ тоқтаусыз өзгере бастады. Ерасыл олардың тұрақты сатып алушысына айналды. Ол күн сайын келіп, нан алып, ауа райы мен отын бағасы жайлы қысқа ғана сөз тастап, үнсіз кететін. Оның үнсіз қамқорлығы өз нәтижесін берді. Ауылда Ерасылдың мінезінің қатқылдығы үшін, әділдігі мен ісмерлігі үшін сыйлайтын. Егер осындай қатал адам бұрын сотталған әйелдің қолынан тамақ алудан жиіркенбесе, онда өзгелерге де қорқудың қажеті жоқ еді. Алғаш болып жергілікті фельдшер әйел беріліп, шайға тәтті орамал алуға жүгіріп келді. Одан кейін шеткі көшедегі көршілер келе бастады. Ал 2 апта өткен соң тіпті Нүрия да көзін тайдырып, алыс туысының асына деп 10 шақты бәліш сатып алды. Қыз баяу, құлықсыз ғана шегіне бастады. Наурыздың басында күн сарайлардың сабын шатырларын қыздырып, олардан тамған мұз тамшылары сыңғырлап ери бастады. Қақпа алдындағы қарапайым ағаш Науаның орнына Ерасыл 2 кештің ішінде балқарағай тақтайларынан жасап берген мықты сөре қойылды. Ол еңбегі үшін ақша алудан үзілді-кесілді бас тартып, тек кезексіз ыстық нан берілсін деп қана қысқа жауап қатты. Үмітсіздіктен басталған іс біртіндеп қанат жая бастады. Әйгерім мен Тасия таңнан кешке дейін тынымсыз еңбек етті. Қарт ананың жүзіне қайтадан жан біткендей болды. Қимылдарына сенімділік орнап, еңсесі тікейді. Ол енді ұлынан сирек келетін суық қоңырауларды күтпейтін. Данияр оның өмірінен ғайып болып, қаланың тұманында жоғалғандай еді. Артында тек ана жүрегінің ащы өкінішін қалдырды. Бірақ Тасия жанындағы бос кеңістік біртіндеп тола бастады. Әйгерім тағдыр тауқыметін көрген бөтен әйел. Оған туған баласынан да жақын, әрі түсінікті бола түсті. Кешкісін олар ас үйдегі үстел басына отырып, шам жарығымен түскен табысты санап, қағаз ақшаларды темір құтыға жинайтын. Жаңа пешке жинап жатырмыз, дейтін Тасия сенімді үнмен. Ескісі әбден тозды, түтіні кері соғады. Жазға қарай Алла қаласа веранданы да жөндеп аламыз. Әйгерім бас изеп, ішіндегі үнемі ширығып тұрған қорқыныштың біртіндеп босап бара жатқанын сезетін. Ол енді қара кезеңнің артта қалғанына сенгісі келді. Оның өз үйі, жылы ошағы және өзін қызым деп атайтын адамы бар еді. Бірақ біреудің табысы өзгелердің қызғанышын оятады. Мамырдың басында алма ағаштары бүршік жарып, Биікжар ауылының топырағы түгел жылына бастағанда қауіп күтпеген жерден келді. Ауылдан 2 шақырым жердегі тас жол бойында кір басқан жол талғамайтын көлік тоқтады. Жол бойындағы дәмханаларды ұстап отырған қаладағы делдалдар Биікжар ауылындағы қызу сауданы бұрыннан бақылап жүрген. Оларға бәсекелес керек емес еді. Мамыр айы ыстық әрі шанды болды. Ауылдан 2 шақырымдағы асфальт жол үстіндегі ауа ұсақ толқындай дірілдеп тұрды. Ерасыл алғаш рет қағаз қалтаға салынған нанды сатып алғаннан бері жарты жыл өткенде үйде дайындалған тағамның даңқы ауадан асып кетті. Жүк көлігінің жүргізушілері мен жолай өтетін демалушылар тегіс жолдан әдейі бұрылып, ойлы-қырлы топырақ жолымен ауылға соғатын болды. Балқарағайдан жасалған әйнекті сөре күнге шағылысып, тап-таза жуылған шынымен жарқырап тұрды. Оның ішінде қатар-қатар тізілген қызарып піскен бәліштер мен балық салынған ашық бәліштер мен қою үй сүзбесі салынған тәтті тоқаштар көздің жауын алатын. Тенге салынған қанылтыр қорап ішіндегі тиындардың сыңғыры Тасия үшін кәрілік меңдеткен көңілсіздіктің ең жақсы еміне айналды. Ол қалтықсыз еппен ақшаны қайтарамын санап, келген-кеткендермен қысқа жылы, әзілге толы сөз алмасып тұратын. Әйгерім адамдарға көп жоламай, өзін ас үйдің ыстық әлемінде ұстағанды жөн көрді. Қызған пештің ыстығы бетін шырпап, қолдары үйреніштікті қимылмен қамыр илей бастады.
басында көптен күткен тыныштық орнағандай еді. Өткен өмір кейін шегінді. Бұл үй бұзылмас бекініске айналғандай сезілді. Бірақ адам өзін қауіпсіз сезінуге ерік берген сәтте бақытсыздық дәл сол кезде келеді. Күн кешке таяп, Бекжар ауылының ауласында алма ағаштарының көлеңкесі жерге қалың түсіп жатты. Әйгерім жаңа піскен бәліштерді науаға салып, сауда орнына алып шықты. Сол сәтте тыныштықты кенеттен мотордың ашулы гуілі бұзды. Қара түсті жол талғамайтын көлік қақпа алдына кілт тоқтады. Көліктен екі ер адам түсті. Жақсы орналасып алыпсыңдар ғой кемпірлер, деді. Олардың бірі тауарға да қарамай мысқылдай. Тасия орнынан тұрып, Әйгерім денесімен қалқылдады. Сатып алмасандар, жолдарыңнан қалмандар. Біз өз еңбегімізбен күн көріп отырмыз, деді. Екіншісі жымиды. Кемпір-ау, денсаулығыңды ойласаншы, үйлерің ескі, құрғақ. Бір ұшқын түссе болды, бәрі бір сәтте ғайып болады. Ол ауа райы туралы айтып тұрғандай еді. Бірақ сөзінің астарында ауыр қауіп жатты. Бұл жай ғана ескерту емес, бұл талап еді. Ертең түске дейін бұл жер жабылсын, деді. Алғашындағы ер адам әйнекке қарап тұрып, әйтпесе біз өзіміз тексеріс шақырамыз. Бұрын сотталған, халықты улаған адамға олар ерекше қарайды. Әйгерім селк етіп кейін шегінді. Олардың оның өткенін біліп қойғаны жанын шым еткізді. Жол талғамайтын көлік шан көтеріп ауылдан ұзай берді. Тасия ауыр күрсініп орындыққа отырды. Әйгерім үнсіз тұрды. Ол ақшаны жиналған науаға салып жатып, бәрін жинаймыз, ертең сауда болмайды, деді. Түн ауыр үнсіздікпен өтті. Бекжар ауылы қараңғылық құшағына енді. Таң алдында Әйгерім кенет оянды. Алдымен құрғақ шырт еткен дыбыс естілді. Кейін үйге күйік иісі тарады. Көзіне сарғыш жарық түсті. Ол сыртқа жүгіріп шыққанда Ерасыл соққан әйнекті сауда орны лапылдап жанып жатқанын көрді. От қоршауға да жетіп, ескі алма ағашының түбіне жақындап қалған еді. Витринаның әйнектері өткір сыңғырмен быт-шыт болып жарылып жерге оттың жалтылын шағылыстырылған жарқыраған сынықтар болып шашылды. Жанып жатыр, өрт! Тасия жан дауысы түнгі тыныштықты жарып жіберді. Қарт әйел үйдегі халатымен сыртқа атып шығып, қолында кішкентай темір шелекпен су алып жүгірді. Әйгерім құдыққа қарай ұмтылды. Дене түпкі қорқыныштан қарысып қалды. Ол ауыр шығырды айналдырып, алақанның тілгілеп, суға толы шелектерді жоғарғы тартып алып, жалынға шашып отырды. Суы сықырлап, буға айналып, отқа еш зиян келтірмеді. Қызыл жалын мазақ еткендей жоғарлай беріп, ауылға үрей жарық шашты. Көп жылдан бері іште ұстап келген үрейі басына бірден құлады. Тынысы жетпей қалды. Ащы түтін тамақты қарып өкпеден ауаны тартып алғандай болды. Көз алдында жалын оның өмірімен, күйреген тағдырымен, Мараттың сатқындығымен астасып кетті. Қол тигеннің бәрі күлге айналатындай көрінді. Ол өзін қарғыс атқандай сезінді. Көшеден ауыр аяқ дыбыс естілді. Қақпа сарт етіп, бір топ санасынан жұлынып ашылды. Аулаға Ерасыл кіріп келді. Қолында өзен құмына толы екі үлкен құрылыс шелегі бар еді. Артынан көршілер де жүгіріп жетті. Нұрия президент шланг сүйреп келді. Біреулер шелектерді сарт-құрт соғып, біреулер қоршауды отты күрекпен ұрып өшіруге тырысты. Ерасыл жалынның ортасынан ауыр құмды бірақ төкті. От ызалана ысқырып басылып қалды. Ер адам үндемей тістеніп жұмыс істеді. Бетіне күйе жағып, көзі қызған ауадан сығырайып кеткен. Әйгерім құдық жанында ақ шелекке жабысып қалшылдап тұрды. Ол отқа қарамай бөлмеде қалған ескі сөмкесіне көз тастады. Ішінде бір ғана шешім пісіп жетілді. Ол дәл қазір кету керек еді. От бірден басыла қойған жоқ. Ол ұзақ уақыт ысқырып, ызалана буырқанып, қою әрі өткір бу бұлттарын шашып, жанып жатқан тақтайларының үстін ауыр өзен құмы басқан сайын қарсыласып жатты. Сулы күл мен күйген ағаштың иісі қораның үстін тұмшылап, қалың көрпе секілді басып қалды. Көршілер күректерінің сабына, бос шелектерінің жиегіне сүйеніп, қарылғып демалып тұрды. Нұрия бетіндегі күйені түрлі түсті орамалының шетімен сүртіп,
маңдайында қара жолақтар қалдырып отырды. Ерасыл күйіп қарайған ескі сөренің жанында тұрды. Жұдырығын қатты түйгені сонша білегіндегі тамырлары бұлтиып шығып кеткен. Әйгерім үйге қарай жүгіріп кірді. Дәліздің іші қою түтіннің иісіне толы еді. Ол өзіне тиесілі тар бөлмесіне ұмтылып кіріп, тар кереуеттің астынан ескірген дерматин сөмкесін суырып алды. Саусақтары мүлде тыңдамай дөрекі тоқылған жемпірлер мен шалбарлардың арасынан шатасып жатты. Сөмкенің сыздырмасы жарты жолда тұрып қалды. Әйгерім оны бар күшімен тартып қалған кезде темір телшесі сұқ саусағының ұшына қадалып қан шығарып жіберді. Ол өзінен, өз өткенінің қара таңбасынан қашып бара жатты. Ол өткен өмір улы шармауықтай соңынан қалмай оған мейірім танытқан аз ғана жандардың тағдырын да құртып келе жатқандай еді. Егер ол таң атпай ғайып болса, таңғы тұманға сіңіп жоғалып кетсе, тас жолдағы әлгі қарақшылар тынышталар еді. Сонда Тәсия аман қалып қауіпсіз болар еді. Сөмкенің қатты бауын иығына іліп алған Әйгерім дәлізге шықты. Еден тақтайлары оның ауыр аяқ киімінің астында күңгірт тарсылдады. Ол кіреберіске қарай қадам басты. Қол жуғыштың жанында Ерасыл тұр екен. Көпір салумен айналысатын ер адам кен алақандарындағы қара күйені баяу жуып жатты. Мұздай құдық суы шелекке сылдырлап құйылып тұрды. Ол бойын тіктеп, бетін дөрекі вафли сүлгімен сүртті. Төбедегі күңгірт сары шамның жарығы оның қатал жүзіндегі терең көлеңкелерді айқындап жіберді. Оның ашық түсті көздері Әйгерімнің иығында салбырап тұрған ескі сөмкеге түсті. «Қайда жиналып жатырсың?» деді ол жуан дауыспен. Даусы сабырлы шыққанымен, сол сабырдың астарында граниттай ауыр қайсарлық жатты. «Маған кету керек, Ерасыл, дәл қазір», деді Әйгерім, бауды қаттырақ ұстап, тізесінің дірілдегенін сезіп. «Өздеріңіз де көрдіңіздер ғой, бұлар тас жолдың жыртқыштары. Олар тоқтамайды. Ертең үйдің өзін өртеп жібереді. Мен тек бәле ғана әкелемін, түсінесіз бе? Мен қара танбамын». Ер адам бір қадам алға шығып, есікті толық жауып қалды. Оның қалың көйлегінен шыққан жана қарағай иісі енді күйіктің ащы иісімен араласып кеткен еді. «Біз бәріміз жабылып, жалынды өшіргеніміз сен бұғып қашсын деп пе? Сен өмірде тек өзін ғана таяқ жеген дейсің бе? Қашып кетсең, Тәсия апаның тынысы жеңілдейді деп ойлайсың ба?» деді ол, сүлгіні ағаш орындыққа лақтырып. Сол кезде ас үй жақтан аяғын әрең басып, тозған шәркейін сүйретіп Тәсия шықты. Қарт ананың жүзі бастан кешкен қорқыныштан сұрланып кеткен еді. Жұмсақ шәлісі бір иығына түсіп, арақ мойнын ашып қалған. Ол қолында сөмкесі бар, қашуға дайын тұрған Әйгерімді көрді. Сол сәтте дәліз ішін қалың, тіпті ұстап алуға болатындай ауыр тыныштық басты. «Демек, қашып бара жатсың ғой», деді Тәсия, жай ғана ешбір сезімсіз үнмен. «Бір туғаны тастап кетті, қажетсіз ескі заттай лақтырып жіберді. Енді қызымдай көрген екіншісі де қараңғы түнде кетіп барады екен». Әйгерім көзін тарс жұмды. Қарт ананың сөздері кез келген соққыдан да ауыр дәл тиіп жатты. Бұл бір кезде сот залында өзі сезінген ауыр сатқындықтың жаңғырығы еді. Даниярдың опасыздығының үні енді сол әрекетті өзі қайталап тұрғандай. Ол қарт ананың жүзінен баяғы өз басынан өткен жан азабын көрді. «Мен сіздер үшін кетіп барамын», деп Әйгерім аузынан еріксіз шығып кетті. «Сендер аман болыңдар, тыныш өмір сүрсін деп кетіп барамын», деді ол, қарлығыңқы сабырмен, әрең естілер үнмен. «Маған күйген күлдің ортасында қалған тыныштық керек деп кім айтты?» деп Тәсия жақындап келіп, Әйгерімнің сөмкесінің бауына жабысып тұрған саусақтарының үстіне өзінің құрғап, мұздай тартқан алақанын қойып, «Отбасы деген қызым, бәрі бірге болғанда, дастарханда қызарып піскен бауырсақ тұрған кезде, үй жанып жатқанда да бірге болу. Ал сен дәл қазір осы табалдырықтан аттап кетсең, демек облыс орталығында сен туралы айтылған сөз рас болғаны. Демек сенің ішің бос екен», деді ол. Қатты дерматин сөмке Әйгерімнің қолынан сырғып шығып, ауыр тарсылмен еденге құлады. Оның ішінде 5 жыл бойы жиналып, қатайған ішкі сауыт
бір сәтте шытынап, шытырлаған үнмен быт-шыт болып ыдырап кетті. Жүзінің бұлшық еттері дір етіп, ол ұзақ жылдардан бері алғаш рет өзіне жылауға ерік берді. Бұл үнсіз, тұншыққан үмітсіздіктің көз жасы емес еді. Бұл ақыры паналайтын жерін тапқан жанның ішін тазартып жіберердей өксікке толы жылуы болатын. Ерасыл үнсіз жақындап келді. Ол ауыр, ыстық алақанын Әйгерімнің желкесіне қойып, қаталдау болса да, шексіз мейіріммен оны өз иығына басты. Қалың матадан тігілген күртесінің қатқыл беті оның бетін сызғанымен Әйгерім өзін алғаш рет шын мәнінде қорғалғандай сезінді. Таң салқын болып атты. Аспанды қалың бұлт торлаған еді. Ауылда дымқыл көмірдің, ылғал топырақтың иісі аңқып тұр. Әйгерім тоқылған күртешесіне қымтана оранып, кіреберіске шықты. Көздері түнгі жылаудан қызарып кеткенімен, кеудесінде біртүрлі сыңғырлаған жеңілдік пайда болып, оны жаңа бір сезімге толтыруға дайын тұрғандай еді. Күйіп кеткен ескі сөренің орнында адамдар жиналып қалыпты. 20-ға жуық адам бар еді. Көрші Нұрия бір нәрсені қолын сермеп тұрып, даурыға айтып, қасындағы Степан есімді көршімен сөзге келіп тұрды. Қурап қалған шөптің үстінде ұқыптап жиналған жаңа қарағай тақтайлар, бірнеше қағаз қапқа салынған цемент және қызыл кірпіштің үйіндісі жатыр. Ерасыл қоршаудың жанында қалың қағазды жайып қойып, ағаш ұсталары қолданатын қарындашпен бір сызбаны белгілеп тұр екен. Кіреберіске шыққан Әйгерімді көргенде жұрт бір сәтте тына қалды. Ауылдағы үнсіздік шиеленісе түсті. Не қатып қалдыңдар, тас мүсіндей болып, деп Нұрия зор дауыспен айқай салды. Екі қолын беліне тіреп, бар, құрылысқа келген заттарды қабылдап ал. Ер адамдар кеңесіп шешті. Енді ағаш болмайды, мықтап саламыз. Қабырғаны кірпіштен көтереміз, ірге тасын құямыз. Облыс орталығынан келген бірде-бір сұм сіріңкемен өртей алмайтындай қыламыз. Бізде енді наубайхана болады. Ал сен пешті жақ, түске дейін бәріне жететіндей нан пісір. Құрылысшыларды тамақтандыру керек. Ауыр жұмыс күтіп тұр, деді ол. Әйгерім сол жүздерге қарады. Әжімдері терең түскен, көктемнің өткір күнінен қарайған, қатқыл жүзді Биікжар ауылының адамдарына олар мұнда жайған адамды бауырсақ үшін келген жоқ еді. Олар өз жерін, өз тәртібін, өз адамдарын облыс орталығынан келген, озбырлықтан қорғау үшін келген. Ал Әйгерім енді солардың бірі еді. 5 жыл бір ұзақ терең демалғандай су етіп өте шықты. 2015 жыл облыс орталығына ауыр, ылғалды жазумен келді. Асфальт еріп жатқандай, кептелісте тұрған көліктердің үстінен ыстық ауа дірілдеп көтеріліп тұрды. Ал шыны қабырғалы бизнес орталығының 25-ші қабатындағы Арман Бекболатұлының кен кабинетінде сүйектен өтердей жасанды суық билеп тұрды. Нер ауыр былғары креслоның шетіне ғана қонып отырған еді. Қымбат италиялық жейденің жұқа матасы арқылы арқасын салқындатып тұрған тегіс қаптама оған жайсыз әсер берді. Ауыз кеуіп, тілінің ұшына үрейдің ашы темір татындай дәм үйірілді. Арман Бекболатұлы панорамалық терезенің алдында қолын артына ұстап тұр. Қою сигаретаның иісі мен ауыр әтірдің иісі кеңістікті тұмшалап, Даниярға еркін тыныс алуға мүмкіндік қалдырмады. Мына сандардың жай ғана қате емес екенін түсінесің бе, деді ол баяу бұрылып. Даусыз жай шыққанымен сол жалған жұмсақтықтың өзі Даниярдың желкесінен мұздай діріл жүгіртті. Арман Бекболатұлы жылтыр үстелдің үстіне қалың картон папканы селқос тастай салды. Қағаздар сыбдырлап жан-жаққа шашырай жайылды. Сен 1.90-ның ішінде 3 негізгі келісімді құртып алдың. Адамдар сенің бөлімінен суға кетіп бара жатқан кемеден қашқандай безіп жатыр, деді ол. Данияр жұтынып қалды. Саусақтары креслоның ағаш тұтқасына қадалып, буындардағы тері тартылып кетті. Арман Бекболатұлы, қазіргі кезде нарық тұрақсыз. Мен жаңа стратегияны енгізіп жатырмын, деді ол, әрен тіл қатып. Жаттап алған сөзді доғар, деп үстелді жұдырығымен тарс ұрды. Сен іші бос адамсың, Данияр. 5 жыл бойы сені басшы қылуға тырыстым, оқуға жібердім. Ашық көрініп тұрған қабілетсіздігіне көз жұма қарадым. Салтанат үшін бір кезде намыс оянып қалар деп үміттендім. Бірақ сенің қолыңнан келетіні көз бояушылық қана. Ал салтанат ше, деді Даниярдың даусы дірілдеп әлсіз шықты.
біз бір отбасы емеспіз бе? Мені далаға тастай салмайсыз ғой. Арман Бекболатұлы мысқылмен жымиды. Сол қисық күлкінің өзінде сондай жиіркенішті менсінбеу бар еді. Данияр өзін бір сәтте Биікжар ауылында біреудің ескі етігін киіп өскен әлгі бала күйінде сезінді. Отбасы құрметке сүйенеді, ал менің қызым сені жақсы көреді. Өз еркіммен жұмыстан кету туралы өтініш жаз. Әйтпесе салғырттық үшін бап бойынша шығарып жіберемін. Сонда сені ешбір дұрыс мекеме сыпырушы етіп те алмайды, деді ол. Бір сағаттан кейін Данияр өзінің сәнді пәтерінің есігінің алдында тұрды. Кілт құлыпта сылдыр ете түсті. Кен дәліздің ішінде салтанат, қою иісі мен жылтыр журналдардың жаңа баспадан шыққан бояуының иісі аңқып тұрды. Жұбайы қонақ бөлмедегі ақ диванда жайғасып, әйнек, тырнақ егеумен тырнағын өңдеп отыр екен. Жұқа жібек халат оның сымбатына төгіліп тұрғандай еді. Ауыр қадамдардың дыбысын естісе де, ол басын көтеріп қарамады. Салтанат, сенің әкең есінен адасып қалды ма, деді Данияр. Ашулы күйде галстугын жұлып шешіп, орындықтың арқалығына лақтырып, мата сырғып барып, үнсіз ғана паркетке құлап түсті. Ол мені өз еркіммен кету туралы өтініш жазуға мәжбүрледі. Сен онымен сөйлесуің керек, түсіндір, деді ол. Нені түсіндіремін, деді Салтанат, тырнағындағы көзге көрінбейтін шанды үрлеп. Даусы бір қалыпты, ешқандай жанашырлықтан ада еді. Менің күйеуім дайын тұрған орынды да ұстап тұра алмайды деп пе? Әкем дұрыс айтады. Сен бізді түбіне тартып барасың. Данияр сілейіп қалды. Бөлменің ауасы бір сәтте қоюланып, көрінбейтін шайырмен толып кеткендей ауыр тартып кетті. Бұл сол баяғы салқындықтың жаңғырығы еді. Кезінде өзі қарт анасы Тәсияға жасаған қиянаты енді өзіне еселеніп қайтып соққандай болды. Осы әйел үшін, осы ақ диван мен жібек халат үшін анасынан безген еді. Ал енді өзіңде ешкімге керексіз ескі заттай шетке ысырып тастағалы тұр. Менде ешқандай жинақ жоқ, Салтанат. Барлығы сенің сапарларына, сенің қымбат тондарына жұмсалды, деді ол үмітсіз күйде. Бұл сенің мәселең, деді ол орнынан әсем көтеріліп тұрып, атының белдігін түзеп. Пәтер некеге дейін алынған, көлік әкемнің фирмасына тіркелген. Саған 2 күн уақыт беремін. Заттарыңды жинап кет. Ол жатын бөлмеге кіріп, есікті тарс жауып, құлыпты сырт еткізді. Данияр қонақ бөлменің ортасында өз ашкөздігі мен менмендігін таптап кеткен адамдай сұлық тұрды. Оның ойы аласұрып жан-жаққа шашырады. Есеп шоттағы ақша ең көбі 2 айға жетер-жетпес. Қала шетіндегі арзан пәтер жалдауға ғана жетеді. Ол қалайша мұндай күйге түсті. Сол сәтте оны найзағай ұрғандай ой жарып өтті. Биікжар ауылы, анасының үйі, өзеннің жағасында, қарағайлы орманның маңында жатқан 30 соттық шұрайлы жер. Осы 5 жылдың үстінде ауыл маңындағы жердің бағасы аспандап кеткен еді. Дем алушылар мен кәсіпкерлер ескі құсқы үйлердің өзін бұзып, жерін алу үшін жарыса сатып алып жатыр. Қарт анасы әлдеқашан қарттар үйінде шығар деп ойлады ол. Бөлме ішінде ары-бері жүріп, аяқ киімінің өкшесі паркетте тарсылдай тиіп жатты. Ал анау Әйгерім болса, бәлкім ішімдікке салынып кеткен, не болмаса үйді мас күйінде өртеп жіберген шығар. Егер жер болса, оны жақсы ақшаға сатып жіберуге болады. Бұл оның жалғыз мүмкіндігі еді. Ол телефонды жұлып алып, дірілдеген саусақтарымен таныс бағалаушының номерін терді. Алло, Марат Ерасылұлы? Я, бұл Данияр. Тыңдашы, шұғыл шаруа бар. Биікжар ауылында үлкен жер телімі бар. Үйі сірә бұзылуға жарайтын күйде. Ертең таңертең жүрейік. Көзің үйренген, тәжірибелі көзіңмен қарап шығасың. Мәмілемеден түсетін үлесіңді жомарт қыламын, деді Данияр. Сол кезде Биікжар ауылындағы аптап жазда мүлде басқаша сезілетін, толыссыз ағып жатқан өзеннен ылғалды салқын леп есіп тұрды. Кәрі жөке ағаштарының қалың жапырақтары сая болып, айнала аралардың ызыңына жана шабылған шалғынның жұпар иісіне толы еді. Ауыл адам танымыстай өзгерген. Бұрын күйіп кеткен ағаш сөресінің орнында енді қызыл кірпіштен қаланған еңселі ғимарат бой көтерген. Ашық еменмен ойылып жазылған үлкен жазуда Тәсия мен Әйгерім қонақ жайы деп жазылған. 5 жылдық табанды еңбектің арқасында 2 әйел бүкіл ауылдың қолдауымен мүмкін еместі мүмкін еткен еді. Кірпіштен салынған наубайхана
Ерасыл жігіттерімен бірге кен жарық веранда қосып берген. Ал бұрынғы картоп егілген жердің орнында дөңгелек бөренеден салынған 3 жайлы қонақ үйшігі пайда болды. Облыс орталығының тұрғындары бұл тыныш мекемеде демалып, пеште піскен нағыз бауырсақтан дәм татып, зығыр матадан тігілген жаймада ұйықтау үшін 1 ай бұрын жазылып қоятын. Кен ашық, түсті қышпен қапталған ас үйде жұмыс қызу жүріп жатты. Әйгерім үлкен ағаш қалақпен епті қимылдап алып, пештен қызарып піскен нандарды алып жатыр. Енді одан үркіген жануардай қорқыныш сезілмейтін, жүзі толысып, денесіне күннің жылы шуағы сіңген алтын түстес реңк беріп, көзінде байсалды жылы нұр пайда болған. Кен қапсыра киген күртелердің орнына ұқыпты мақта көйлектер келген. Тасия кен үстел басында отырып, орманнан жиналған жаңа піскен танқурайды тосапқа деп сұрыптап отыр. Қарт ана өткен жазда жалдаған көрші ауылдың 2 жас қызына қысқа ғана нұсқау беріп қояды. Жидектің шырыны оның құрғақ саусақтарын қызғыл күрең түске бояп жіберген. Қантты аяма, бірақ асырып жібермеу керек, деді ол мыс дос анаға жидекті сала отырып. Танқурай өзінің қышқылтым дәмін жоғалтпау керек. Сол сәтте есік айқара ашылып, табалдырықта Ерасыл көрінді. Көпір салумен айналысатын ер азамат бұрынғыдан да иықты болып кеткен. Қалың сақалы ұқыпты қырылған. Ол қолында хрусталь құмардай аялап ұстаған қалың картон қорапты көтеріп тұр. «Қабыл ал қалыңдық», деді ол жуан дауыспен, қорапты үстелдің шетіне қойып. Қораптан жаңа матаның нәзік иісі аңқып тұрды. «Өзің сұратқандай, облыс орталығынан әкелдім». Әйгерім қолындағы қалақты қойып, аппақ ал шапқышына қолын сүртіп, оның аты жоқ, саусағындағы алтын сақина солғын ғана жарқ етті. Үйлену тойы алдағы сенбіге белгіленген еді. Ауыл іші үлкен, тойды асыға күтіп, бәрі бірігіп, наубайхананың артындағы көк алада дастархан жаймақ. Әйгерім қораптың қақпағын абайлап ашты. Ішінде сүттей ақшыл төгіліп тұратын қарапайым көйлек жатыр. Ешқандай артық әшекей жоқ, тек табиғи зығыр мата мен етегіне қолдан тоқылған нәзік шілтер ғана. «Неткен әсем еді», деді, деп таңғалды Тасия, алақанын жайып. Ерасыл Әйгерімге жақындап, әдеттегідей иығына ауыр қолын қойды. Оның қатқыл беті қыздың самайына тиді. «Ең сұлу сен боласың», деді ол жай ғана, тек оған естіртіп. Әйгерім көзін жұмып, өзін толық қорғалғандай сезімге бөленді. Ол үшін өткен барлық ауыртпалық, түрмедегі жылдар, бұрынғы күйеуі Мараттың сатқындығы, бәрі осы сәтке жетудің өтеуі сияқты еді. «Киіп көріп келейін», деді ол, сыбырлап, қорапты құшақтап. Бірақ олардың ешқайсысы Биікжар ауылына қарай шанды жолмен бір ескі шетел көлігі зулап келе жатқанын, оның ішінде өз басын құтқару үшін осы бақытты күл-талқан етуге дайын адам отырғанын білмеді. Қапырық ауа көліктің сәл ашық терезесінен ішке лап қақты. Данияр алақанына шыққан терді ашық түсті шалбарға сүртіп, қара тақ қалдырып отырды. Риэлтор арықша келген, мұжылған жейде киген ер адам рөлді сенімді ұстап, жолдағы сирек шұңқырларды шебер айналып өтуде. «Саған айтам, Данияр, соңғы 5 жылда Биікжар ауылындағы жердің бағасы аспандап кетті», деді ол, қарсы желдің шуын баса сөйлеп. «Қазір ол жер нағыз алтын кеніш. Облыс орталығынан келген шенеуліктер мен байлар демалыс сайын сонда ағылып жатыр. Таза ауа, өзен, табиғат. Егер жел үлкен болып, суға жақын болса, оны бірнеше күннің ішінде-ақ өткіземіз. Тіпті үстінде ескі құрылысы болса да». Данияр оның әр сөзін шықырақтана тыңдап отырды. Оның қызған ойында анасының ескі үйі әлде қашан қалың ақша бумасына айналып кеткен. Сол ақша Арман Бекболатұлының менсінбеуін өшіріп, салтанаттың құрметін қайтарардай көрінді. Ол еңкейіп кеткен қоршауды, қала-қалай басқан бақшаны, қабырғасының бояуы түскен терезе жақтауларын елестетті. Бәлкім, Тасия әлде қашан өмірден өткен шығар. Ал Әйгерім деген әлгі теміржол бекетіндегі әйел үйдегі барды талап қашып кеткен шығар. Жоспар оған мінсіз көрінді. Құжат бойынша жер анасының атында болғанымен, жалғыз мұрагер ретінде ол тез арада өз атына аударып алады. Көлік кен тас жолдан бұрылып ауылға кіретін жолға түсті. Данияр бала кезінен есінде қалған
ой шұңқырлы жолдағы сілкіністі күтіп ескі тұтқасына жабыса қалды. Бірақ көлік дөңгелектері жаңа төселген тегіс асфальтпен жұмсақ сырғып келе жатты. Жол жиегінде бұрынғыдай жабайы шөп емес, ұқыпты жабылған көгал жайқалып тұр. Данияр қабағын түйді. Кеуде тұсында бір суық белгісіз сезім қозғалды. Көлік Биікжар ауылының жалғыз көшесіне баяу кірді. Мұрынға гүлденген жөкенің қою хош иісі, балқытылған сүт пен жаңа піскен ағаштың жылы иісі араласып келді. Қисайған қоралар мен шіріген қоршаулар жоқ. Жол бойында жаңа шатырлы мұғым үйлер тізіліп тұр. Көптеген қақпалардың алдында қымбат жол талғамайтын көліктер жарқырайды. Қай үй керек, деді риэлтор жылдамдығын бәсеңдетіп. 18-ші үй, деді Данияр күмәндана дауыспен. Даусы өзіне өзі бағынбай дірілдеп шықты. Көлік ескі теректің жанына келіп тоқтады. Дөңгелектен шыққан шаң тас төселген тұраққа баяу қонып жатты. Данияр терезеден қарады да тынысы кеуіп қалған тамағына кептеліп қалды. Оның есінде қалған шопыны сұр үйдің орнында енді кен еңселі қоныс тұр. Тастан қаланған іргетастың үстіне орнатылған қарағайдан жасалған биік қоршау ішкі ауланы толық жасырып тұр. Кен ашылған темір қақпаның үстінде ойып жазылған ауыр маңдайша ілулі тұр. Тасия мен Әйгерім қонақжайы. Қоршаудың ар жағынан наубайхананың биік мұражасы көрініп, көк аспанға жеңіл түтін көтеріліп, айналаға таршынның пеште піскен алманың және жаңа қамырдың иісін таратып тұр. Одан әрі өзенге жақын тұста жасыл ағаштардың арасынан қонақ үйлердің ағаш үйлері көзге шалынды. Қателік, деді Данияр абдырап. Көлік есігін тартып ашып, аптап ыстыққа шығып, аяқ киімінің табанына тегіс тасқа соғылды. Бұл басқа мекен-жай, шатастырып алдым. Риэлтор да артынан түсіп, таңданысын жасыра алмай ысқырып жіберді. Қандай қателік? Міне бұрышта тұрған тақтайшаға қара. 18-ші үй. Егер бұл сіздің мұраныңыз болса да, сіз нағыз олжаға тап болдыңыз. Бұл дайын тұрған табысты бизнес. Онда ондаған миллионға бағаланады, тіпті миллиондарға. Сол сөз Даниярдың құлағына табылдай созылып, самайы дүрсілдеп кетті. Аш көздік оның абдырауын бір сәтке ығыстырып шығарды. Ол темір қақпаны итеріп, аулаға нық басып кірді. Ішкі кеңістік күтпегендей мұқият күтілген еді. Ұсақ ақ қиыршық таспен төселген жолдар, екі қапталда ала қызыл флокс пен гортензия гүлдері жайқалып тұр. Кен ағаш верандада самауырдан шай ішіп отырған санда адамдар тыныш қана әңгімелесіп отыр. Данияр таңданысқа да қарамай тура жүріп өтті. Ауа тым қою сияқты, әрі тынысы кеудесін күйдіріп жібергендей. Сол сәтте кірпіш ғимараттың есігінен бір әйел төмен түсе бастады. Данияр орнында қатып қалды. Алдына сенбеді. Бұл Тасия еді. Бірақ бұрынғы бүкірейген, тозған шәлі, қарттан еш белгі қалмаған. Ол тік жүріп, өз жасын емес, абыройын көтеріп келе жатқандай еді. Сұр шашы ұқыптап жиналып, желкесінде әдемі түйін болып тұр. Үстінде қою бордовый түсті зығыр көйлек, ал кеудесінде ірі еңтар моншақтар. Бәсен жылтырлайды. Бетіне бір келі қолан күн тиді. Көзінде өмірін тапқан адамның сабырлы нық сенімі бар. Ол қолына таза зығыр майлықтарды ұстап, баяу әрі жеңіл түсіп келе жатты. Аула ортасында қатып қалған ер адамды көргенде Тасия кілт тоқтады. Қолындағы майлықтары сәл дір етіп түсіп кете жаздады. Бетіндегі жұмсақ жымию суып, оның орнына мұздай тұйық тыныштық келді. Апа, Даниярдың даусы әлсіз, жасық шығып, тот басқан ілмектей сықырлады. Осы сәтте наубайхананың кен есігінен екінші әйел шықты. Әйгерім. Оның үстінде таңертең Ерасыл әкелген ашық түсті зығыр көйлек бар еді. Мата денесіне әдемі құйылып, иық сызығын жұмсақ айқындатады. Бұрынғы ретсіз, әлсіз шаштың орнына енді қою, жылтыр толқын секілді бұрым арқасынан төгілген. Ол іште біреуге қарап жымиып шыққан еді. Бірақ Даниярдың даусын естіген сәтте бірден тына қалды. Көз қарасы лезде ауырлап, 5 жыл бұрынғы колониядан еріп келген қатал мұздай суыққа айналды. Наубайхананың ішінен үлкен қолдарын сүлгіге сүртіп Ерасыл шықты. Биік, бойлы ер адам әйелдердің қасында берік қалқандай тұрды. Даниярды көргенде ол ештеңе демеді.
тек сүлгіні терезе алдына асықпай іліп қойып, бұл жерді кез келген бөгде адамнан қорғауға дайын екенін үнсіз білдірді. Риэлтор арттан келіп, салмақты кейіппен айналаны шолды. «Қайырлы күн, үй иелері», деді ол, құжат салынған папкасын ашып. «Біз жер телімі мен мүлікті бағалау үшін келдік. Данияр аумақты сатуға шығармақ». Сөздер ыстық ауада удай тамшыдай ілініп қалды. Даниярдың көзқарасы аптырап, анасынан Әйгерімге, жаңа ғимаратқа, қымбат қонақ үйлерге қайта-қайта ауысты. «Апа», деді ол, даусына жалған жұмсақтық беруге тырысып. Бірақ оның сөзінен тек жасанды, әлсіз жалын ғана сезілді. «Мен формалдық мәселелерді реттеуге келдім. Уайымдама, мен саған жекеменшік пансионаттан ең жақсы палатаны таңдап беремін. Барлық жағдайы жасалған, ең жайлысын», деді ол. «Ал мынау ше», деп ол Әйгерім мен Ерасылды менсінбей иегімен нұсқады. «Бұл адамдар заттарын жинай берсін. Оларға бір тәулік уақыт беремін. Ертең мұнда сатып алушылар келеді». Тәсия салфеткалар салынған буманы Әйгерімге баяу, бірақ асқан сабырмен ұстатты. Ол көзін тайдырмады. Оның жанарында қорқынышта, бұрынғы аналық шексіз мейірім де жоқ еді. Ол жерде тек терең, күйдірілген бос кеңістік жатты. Оны Данияр өз қолымен, оны бөтен қылмыстық іспен айыпталған әйелдің қасында өлуге тастап кеткен күні қазып алған еді. Күн төбеден күйдіріп, ауладағы ашық түсті тротуар тастарын қыздырып жіберген. Ауа гүлденген, жеке иісі мен ыстық кірпіштің иісіне қоюланып кеткен. Тәсия кіреберістің ең жоғарғы баспалдағына тұрды да, ұлын биік мүсіндей еңселі күйде төменнен жоғарыға қарап қарсы алды. Жел оның қанық қоңыр түсті көйлегінің етегін сәл ғана желбіретті. «Палата дейсің бе? Маған тауып бересің?» деді әжейдің даусы бірде-бір дірілсіз, бір қалыпты естілді. Бірақ сол мұздай тыныштық Даниярды еріксіз кейін шегіндірді. «Саған кім айтты, Данияр? Мен сенің палаталарына мұқтажбын» деп. «Менің есім дұрыс, өз аяғыммен жүрмін, өз жерімде тұрмын». Данияр қобалжып жағасын түзеді. Көйлек түймесі әлсіз шырт етіп үзіліп, сұр тастардың үстіне түсіп домалап кетті. Жылжымайтын мүлік агенті жағдайдың ушығып бара жатқанын сезіп, ескі теректің саясына қарай абайлап шегінді. «Анашым, ауылдың драмаларын қояйық», деді Данияр, даусына жасанды қаттылық беруге тырысып, бірақ үнінде діріл анық сезілді. «Мен сенің жалғыз ұлыммын, тікелей мұрагеріңмін. Бұл жер заң бойынша маған тиесілі. Ал мына адамдар сені алдап, мүлікті иемденіп алған». Ол қолын сермеп, «Мен оларды қуып шығамын, полиция шақырамын», деді. Әйгерім баспалдақпен баяу түсіп, Тәсияның жанына келді. Жаны ақшыл, зығырдан тігілген көйлегі әр қадам сайын сыбдырлап, оның сабырлы келбетін айқындай түсті. Ол енді бұл жылтыр костюм киген, әлсіз күйдегі адамнан қорықпайтын. 5 жыл бұрын ол жаншылған көлеңке еді. Ал қазір оның артында нағыз отбасысы тұрды. «Ешкімді шақырудың қажеті жоқ», деді Әйгерім. Оның терең, байсалды даусы мүлде сабырлы естілді. «Нотариус қазір осында. Ернар Бекзатұлы, өтінемін, бері жақындаңыз». Кен верандадан фарфор кесесін үстелге қойып, ақшыл жаздық костюмін киген егде ер адам орнынан баяу тұрды. Ол Ерасылдың ескі танысы еді. Ернар Бекзатұлы Даниярға жақындап, мұрнына жақын көзілдірігін түседі. Оның бойынан жана піскен нан мен қою темекінің иісі аңқып тұрды. «Жас жігіт», деді ол, құрғақ үнмен греб басылған қағазды ашып. «Тәсия Маратқызы осы жер телімін не ондағы барлық құрылыстардың жалғыз әрі толық заңды иесі. Бұдан бөлек, бір ай бұрын ол бұл мүлікті сыйға тарту шартын рәсімдеген. Ол өмірден өткеннен кейін барлық мүлік тең үлеспен Әйгерім Нұрланқызы мен Ерасыл Қанатұлына өтеді. Сіз анасына күтім жасамаған, әрі оны бағып қаққан азамат ретінде бұл құжатқа дау айта алмайсыз. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай жағдайларда сот шешімдері қатаң болады», деді заңгер. Сол сөздер Даниярдың бетіне ұрғандай әсер етті. Байлық туралы елес бір сәтте-ақ күлге айналды. Ол ойша сатып үлгерген қымбат көліктер мен салтанаттан күткен кешірімнің бәрі шаң болып шашылды. Кеудесіне қара сорып әкететін бос кеңістік ашылды. Ол ештеңесіз қалды. Жұмысы да жоқ, әйелі де жоқ, анасы да жоқ. «Бұл заңсыз», деп айқай салды. Ол аузынан түкірік шашыратып, «Сіздер оны улап алдыңыздар.
қарт әйелді алдадыңыздар. Ерасыл ауыр аударып алға шықты. Көпір салушы Даниярдың үстінен төніп тұрған қара бұлттай әсер берді. Ерасылдың кең алақаны Данияр Сәрсенұлының әлсіз иығына қатан тиіп, оны орнынан қозғалтпай бекітіп тастады. «Менің ауламда айғай шығарма», деді Ерасыл қатқыл үнмен, әр сөзін салмақтап. «Сен 5 жыл бұрын шешеңді тірідей жерледің. Бөтен адамды әкеліп, ол қорқып өліп қалады деп үміттендің де, өзің қалада сайран салдың. Сенде тек аяқ киіміңдегі шан ғана бар». Данияр сел болып босап кетті. Оның тәкаппарлығы бір сәтте жапырақтай түсіп қалды. Ол қорқақ қарап, жылжымайтын мүлік агентіне көз салды. Бірақ ол әлдеқашан кете беріп, отбасылық жанжалға араласқысы келмей асығып бара жатты. «Менің қарызым бар», деп сыбырлады Данияр. Көзі жерге қадалып, ұят пен жан шошытатын қорқыныш араласып кетті. «Салтанат, бүгін кешке ақ мені қуып шығады. Маған ақша керек. Өтінемін, кез келгені болса да беріңдер». Тәсия ауыр күрсінді. Бұл күрсіністе ешқандай жеңісте кекте жоқ еді. Тек өз қанынан туған адамның осындай күйге түскеніне деген шексіз ауыр шаршау ғана бар еді. «Әйгерім қызым», деді әжей ақырын ғана, «кассадағы демалыс күндері түскен ақшаны алып келші». Әйгерім үнсіз бас изеп, пекарняны салқын көлеңкесіне кіріп кетті. 1 минуттан соң қолына қалың ұсақ қағаз ақшалар байламын ұстап қайтты. Бұл ұн мен ванильдің иісі сіңген мұжылған ондықтар, елуліктер мен жүзіктер еді. Ол сол ақшаны Даниярға ұсынды. Ернар Бекзатұлы, оның тарапынан кез келген талаптан бас тарту құжатын куәландырыңыз, деді Әйгерім сабырлы үнмен. Данияр дірілдеген, тер басқан саусақтарымен қаламды жұлып алды. Ойланбастан оқымай, заңгер ұсынған қағазға қолын қоя салды. Сосын Әйгерім қолындағы әлсіз ғана ақша бумасын тартып алды. Ол үміт еткен байлықпен салыстырғанда бұл түкке тұрмайтын тиын тебен еді. Ол бұрылып, ковын қақпаға қарай жүгіре жөнелді. Ешкім оны тоқтатқан жоқ. Тек ескі терек қана қалың жапырағымен сыбдырлап, оның соңынан үнсіз қарап қалды. Сол күні кешке Данияр қаладағы элиталық пәтерінің ортасында тұрды. Кондиционерден шыққан суық ауа тер басқан арқасын тітіркендірді. Шыныдан жасалған үстел үстінде ауылдан әкелген ақша бумасы жалғызсап тұрды. Сол сәтте бөлмеден Салтанат шықты. Қолында үлкен бұлғары чемодан бар. Құлыптың шық еткен дыбысы оқ атқандай естілді. Ол үстелге менсінбей көз тастады. «Мынау ғана ма?» деді ол. Ол мыжылған бір купюраны маникюрлы саусағымен жеркене іліп алды. Қағаз нанның иісіндей боп аңқып тұрды. «Бұл сенің ұлың болған сарайың ба?» деді ол. «Рита, күтші, мен жұмыс табамын, бәрін түзетемін». Данияр чемоданның тұтқасынан ұстап қалмақ болып, оның жанына ұмтылды. Бірақ Салтанат қолын күрт тартып алды. Оның көзінде суық, мүлде сезімсіз бейжалдық бар еді. «Сен жолы болмаған жансың, Данияр, ешкім емессің. Пәтерді келесі аптадан бастап жалға беремін. Кілтті күзетшіге тапсырасың. Қош бол». Есік қатты тарс етіп жабылды. Сол сәтте ауыр үн қайғының шеңберін толық айналып өтті. Өзін шын жүректен сүйгендері сатып кеткен адам үнсіз, бос кеңістікте қалды. Мыжылған ақша қолында болса да, ол оған не кешірім, не жаңа мүмкіндік сатып әкеле алмады. Ол Биікжар ауылында сол уақытта жылы қою ымырт орнап келе жатты. Өзен үсті шешектердің дыбысынан сыңғырлап тұрды. Кент пекарняның артында шабылған шалыңғының дәл үстінде ақ дастархандар жабылған, ұзын ағаш үстелдер тізіліп тұрды. Ауыл думанға бөлінген, шыны стақандар сыңғырлап, қою танқурай шарабы құйылып жатты. Ал үстелдер үстінен пісірілген ірі бекіре мен үлпілдек нанның хош иісі тарады. Әйгерім Ерасылдың жанында дастарханның басында отырды. Үстінде сол зығардан тігілген көйлегі, ал шашын дала гүлдерден тоқылған қарапайым гүлташ безендіріп тұрды. Көпір салушы оның алақанын өзінікіне алып, жылы қолымен қысып отырды. Осы қарапайым жанасудың өзі кез келген анттан да берік еді. Тәсия орнынан тұрды. Дастархан басындағы әңгіме бірден тыйылды. Көршілер қарт-әйелге құрметпен қарады. Әже бақытты жұпқа күлімдеп, ұя қатал құрылысшыларға көз жүгіртті. Ол жидек шырыны құйылған бокалды көтерді. «Мен ұзақ өмір сүрдім», деді ол бәсен дауыспен. Бірақ тыныштыққа әрі сөзі анық еді.
сол өмірден бір нәрсені ұқтым. Біз көбіне отбасын бір қаннан жаратылғандар деп ойлаймыз. Сол қанға байланып қалып, соқыр боламыз. Кешірілмейтінді кешіреміз. Ал шын отбасы қанмен емес, рухпен құралады. Аштық күнде бірге бөліскен, бір тілім нанмен, қиын сәтте тірек болған иықпен, кешірім мен жылулықпен қалыптасады. Тасия Әйгерімге мейірімен қарады. Сен менің үйіме жаралы құстай келдің, ал менің қызым болдың. Әлем көрмеген асыл жан болдың. Ерасыл, сен бізге қорған болдың. Сендер менің қанымсыңдар, менің жанымсыңдар. Ащы деген қуанышты, дүркіреген үн шалғанды жаңғыртты. Әйгерім ұялып жымиып жарына бұрылды. Асылдың ерні жылы еді. Шарап пен қарағай иісі сіңген. Сол сәтте Әйгерім өткен өмірінің ескі оты жанып кеткенін түбегейлі ұқты. Алда тек таза, жарық өмір ғана қалды. Жана піскен нанның иісі мен шынайы махаббатқа толы өмір. Құрметті тыңдармандар, Әйгерім мен Тасияның тарихы сіздерге әсер етті ма? Нағыз отбасы қанмен емес, қиын сәтте жанында қалған жандар деген оймен келісесіз бе? Пікірлеріңізді қалдырыңыз. Осындай өмірлік оқиғалардан тұратын әңгімелерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.